Біз түсті өмір бойы көреміз. Кейде ол бізді уайымдатып та жатады. Сізде түсті әртүрлі себеппен көруіңіз мүмкін. Кейде шаршағаннан, дұрыс жатпағаннан, қорқынышты түстің куәсі боласыз. Бүгін адамның түс көруі неге байланысты және Жүсіп пайғамбардың ерекше қасиеті туралы білетін боласыз. Сонымен не дейді? Бірге тамашалайық. Достар, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосу оп-оңай. Ол үшін біздің каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен видеоны бөлісіп қойыңыз. Түс жорудың жолын білу пайдалы қабілет. Мұны таиландтық әйелдің оқиғасы дәлелдеді. Осыдан жарты жыл бұрын желіде таңғаларлық жаңалық тарады. Күріш сататын Тития есімді таиландтық әйелдің ұлы түсінде марқұм досын көрген екен. Осы түс отбасының өмірін түбегейлі өзгертеді. Баласынан түсі туралы егжей-тегжейлі сұрастыра келе, әйел аяқ асты бақ дәулетті болып шыға келген. Ұлы таңертең анасының жанына келіп, біртүрлі түс көргенін айтады. Жақында көз жұмған досы түсіне кіріп, не үшін әлі кедейшілікте өмір сүріп жүрсің, деп сұрайды. Досы үстіне 770 деген жазу бар футболка кигенін бала анық көріпті. Содан соң ол ақшаға толы қапты баланың алдына қарай төгіп жіберіпті. Осыны ести сала баланың анасы Тития лотерея билетін сатып алады. Соңғы нөмірі ұлының түсіндегідей 770 болатын 47-22-70 деген сандар бар билетті алған екен. Арада біраз уақыт өткен соң әйел біздің ақшамен есептегенде 80 миллион теңгеге жуық джекпот ұтып алады. Осы сияқты тағы бір оқиға Вирджиния штатының тұрғыны Роуз Джеттермен болған. Ол бірнеше жыл бұрын түсінде 9 түрлі цифр көреді. Америкалық әйел сандарды есте сақтап, лотереяны ойнау кезінде қолданады. Осылайша ол ұтыста сатып алған лотерея билетіне дәл осы комбинацияны енгізіп, $100,000 ұтып алған екен. Ал сіз түсіңізде кірген жайттардың белгі екеніне сенесіз бе? Пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Түс жоруды әртүрлі жақтан қарастыратын түрлі теориялар бар. Олардың көбінде символизм принципі жатыр. Түстердің символикасы жайлы алғашқы танымал теорияның авторы швейцариялық психиатр Карл Юнг болды. Оның теориясына сәйкес түстегі сюжеттер өзгеріске түскен мифтік образдар. Олар бізге түйсіктен тыс белгілі. Және түсті миф пен аңыздар арқылы жори аламыз. Түстерді зерттеуші тағы бір атақты ғалым Зигмунд Фрейд түстерді жору еңбегін жазған. Ол түстің астарында әрдайым сексуалдық мағына адамның ішкі қалауы мен мақсаттары жатады деп есептеген. Түс әлемін зерттеуші Арнольд Форстер түстің астарында қарапайым нәрсе, естеліктер жатады деген пікірде болған. Күні бойы санамызда жүрген ой сол түні не бірнеше күн өткен соң түсімізге кіреді. Америкалық мистик емші Эдгар Кейсидің пікірінше, түс адамға ағзадағы дертті анықтауға, күнделікті өмірде мән бере бермейтін симптомдарды көрсетеді. Сондай-ақ айналадағы адамдармен қарым-қатынасымызды дұрыстау қажеттілігіне белгі береді. Түс көру кезінде біз өмірімізге қатысты барлық сұрақтарға, физикалық, менталды, рухани мәселелерге жауап таба аламыз. Оның айтуынша адам түйсігі болашақпен тікелей жанасады. Сондықтан кей түстер болашақты болжай алады. Мәселен, түсіңізде көрген адамды шынайы өмірде жолықтыруыңыз мүмкін. Исламда түсті 3 түрге бөледі. Ізгі түс, Алладан, қайғыртушы түс, шайтаннан және ойда жүрген нәрсені түсте көру. Жаман түс көргенде 4 нәрсе жасау керек. Шайтанның және көрген нәрсенің жаманшылығынан Аллаға сыйынып дұға жасау. Сол жағына қарай 3 рет түкіру. Жатқан жан басынан ауысып екіншісімен жату. Түс туралы ешкімге айтпау. Діни жазбаларда Алла тағаланың адамға түс арқылы хабар жеткізіп отырғаны жазылады. Дәл осындай миссияға ие Жүсіп пайғамбардың түсті айнытпай жоритын қасиеті болған. Оның болжауы айдай анық келіп отырған. Ол өз өмір сүрген тұста фараонның түрмедегі адамдардың түсін жорып берген. Өз сөзінде ол түсті өзі емес, Алла тағала ғана түсіндіре алады деп айтып отырған екен.
Түс жору қазақ халқының мәдениеті мен тарихында ерте замандардан бастап алып, қазіргі күнге дейін жалғасқан ғұрып. Қазақ көрген түсін шынайы түс, қияли түс деп екіге бөлген. Қазақ қандай түс болса да тек жақсылыққа жоруға тырысқан. Жақсы түс көрсе, ақ нәрседен садақа берген, жаман түс көрсе, қара нәрседен садақа берген. Мысалы, ақ не қара түсті киім. Қазақ көрген түстерін көпшілік алдында айта бермеген, кейбір түстерден сақтанудың өзіндік амалдары да болған. Мысалы, түске жылан кірсе, қасқыр не ит қуып келе жатқандай болса, онда түс көрген адам бойымен бірдей шүберек алып, оған ақ тамызып, жаман түсімді жыланға, итке, қасқырға көшір деп 3 рет айтып отқа өртейді. Түс көргенде, қиялдау кезінде қайталанатын сюжеттер мен белгілерге мән берген жөн. Себебі осы детальдар басқа үлкен нәрселерді түсінудің жолы болуы мүмкін. Өлген адам әдетте сізге айтар белгілі бір хабары бар болған кезде түсіңізге енеді. Көп жағдайда түсте өлген адамды көру өмірдегі кейбір әрекеттерге көңіл толмаудың белгісі. Егер түсіңізде өлген адаммен сөйлессеңіз, не туралы әңгіме өрбігенін есіңізде сақтауға тырысыңыз. Себебі оның айтқандары өмірде орындалуы мүмкін. Түсте өлген адамды көру шынайы өмірде де келеңсіздіктерге әкелу ғажап емес. Жақындарыңыздың бірін қайтыс болды деп көрсеңіз, алда сізді сынақ күтіп тұр деп ойлай беріңіз. Жақын адамыңызбен үйлесімді қарым-қатынас құру, отбасылық берекені сақтау, қаржылық тәуелсіздік пен сәттілікке қалай жетуге болады? Түсті зерттеуші ғалымдар осы сұрақтарға біз көрген түстер дәл әрі анық жауап береді дейді. Тек оны жорудың жолын білу керек.